Мен Жандайбек Ақнұр Төреханқызы, Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Қызылсу ауылының туысымын. 2017 жылы Қызылсу орта мектебін аяқтадым. Сол жылы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті физика-математика факультетіне түстім. Қоғамда түрлі сала иелері бар. Барлығымыз кішкентайымыздан қандай мамандық иесі болатынымызды елестетіп армандадық. Қарапайым дәнекерлеуші, құрылысшы болуды армандайтын адамдарды жолықтырдым. Сөйтсем мамандықтың жақсы жаманы, абыройлы беделдісі болмайды екен. Тек сен жасап жатқан қоғам үшін, адамзат үшін, келер ұрпақ үшін пайдасы болса болды. Менің санамда мұғалім ең саналы, ең құрметті, білімді маман иесі саналатын. Мектеп қабырғасын аяқтап мамандық таңдау қажеттілігі туған уақытта менің алдымда екі таңдау тұрды. Бірі мұғалімдік, екіншісі тау-кен ісі. Саналы түрде ұстаздық қызметті таңдауға шешім қабылдадым. Ұстаздық жолым 2021 жылдан бастау алады. Еңбек жолымды 5-ші Хромтау гимназиясының математика пән мұғалімі болып бастадым. Мен үшін балалармен жұмыс жасау қызықты процесс болғандықтан жұмысыма бейімделуім тез болды. Кәсіби жолымда қызметімді жоғары дәрежеде атқару үшін үлкен еңбектерді жасап, абыройлы міндетті жауапкершілікпен орындауға барымды саламын. Бүгінгі жас маман байқауына қатысудағы мақсат өзім үйренген білім мен тәжірибені ортаға салып, әріптестеріммен бөлісу, ұстаздық жолда жүрген майдандастарыммен тәжірибе алмасу, маған үміт артып отқан 5-ші Хромтау гимназиясының туын желбірету. Менің педагогикалық ұстанымым өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегім мен білімің екі жақтап. Мен оқушыларды математика пәнін оқуға емес, математика пәнін жақсы көруге үйреткім келеді. Мен үшін әрбір оқушы ұлы математик болу шарт емес. Оқушыларға математика пәнін меңгертумен қатар, адамгершілігі мол, өзінің міндеттерін білетін, үлкенге құрмет, өз еліне, рәміздеріне құрметпен қарайтын білім алушы тәрбиелегім келеді. Жас келсе іске демекші, мектептің қоғамдық өміріне белсенді ат салысып келемін. Күнделікті ізденумен қатар, біліктілікті арттыру курстарынан өтіп, әртүрлі байқауларға қатысудамын. Менің 2 жылдық жұмыс нәтижесін мына жетістіктермен көрсете аламын. Және де оқушыларымның республикалық, облыстық, аудандық кезеңдерінің грамоталары мен мақтау қағаздары сіздердің алдарыңызда. Өз педагогикалық әдістемелік шеберлігімді, тәжірибемді жетілдіру болып табылады. Себебі қазіргі заман ұстазы ізденімпаз, жаңашыл, әдістерді тәжірибесіне енгізуге қорықпайтын еңбекқор болып қоймай, адамгершілігі мол, ұстаздық критикалды, моральды құндылықтарды ұстануы қажет деп есептеймін. Мұғалім өзі әрдайым ізденісте болғанда ғана білімгерлерді тыңғылықты білім беретініне сенімдімін.